бастамас бұрын мен сендерге шартын түсіндіріп өтейін. Балалар қанталапай ойынның шарты 11, 21 көптеген асықтармен ойнауға болады екен. Ойынның бір ерекшелігі қызыл түске боялған хан асығы болады екен. Біз осы хан асықпен асықтарды ұтып алатын боламыз, иә? Балалар, қанталапай ойынның бір ерекшелігі қыздар да ойнауға болады екен. Қанталапай ойында бір болмаса 2-3 ойыншылармен де ойнауға болады екен. Мен сендерге асықтардың түсу тәсілін айтып өтейін, иә, көрсетейін сендерге. Мынау бүк, мынау шік, мынау алшы, мынау тәйкі, мынау омпы, мынау сомпы. Балалар, қазір мен сендерге ережесін бір түсіндіріп өтейін. Кезекпен кезек ойнайтын боламыз, иә? Мына мен асықты иіремде ортаға шашамын. Сендер таласпайсыңдар. Мен ортаға шашам. Біз хан асығымыз шігінен түсті, иә? Біз шік асықты іздеп, шік асықты атамыз. Ой болмай атамай қалдым, иә? Енді келесі ойыншы жалғастырады. Шігінен жатыр екен, иә? Мен бір асық алдым. Қан балалар алшынан түсті, таласамыз асыққа. Қан талапайды таласамыз. Қан, енді орнымызға отырамыз. Кімде қанша асық санаймыз? Бағым, сенде қанша асық? Қоямыз жерге. Қанша асық? 3 асық. Альбина, сенде 2 асық. Адина, 1 асық. Асылжан да? 3 асық екен, иә? Кім асыққа сенде қанша асық? 1 асық екен. Сенде? 1 асық екен, иә, балалар, иә? 3 асық жинапты. Асылжан 3 асық жинапты, иә? Қанталапай ойынның жеңімпаздары Бағым мен Асылжан. Балалар, сендер көңіл күйлеріңді түсірмеңдер. Келесі ойында шапшаңдық танытып, мергендік танытып ойнаймыз, иә?